Алматы жастары жеңілдетілген бағдарламасы бойынша берілген сіз өзіңіздің өтініміңізді, яғни заявкаңызды қалай редактировать етуге болады? Қазір мен сіздерге осы видеода айтатын боламын. Алматы жастары сайтына электронды цифрлы қолтаңбаңыз арқылы жеке кабинетіңізге кіресіз. Сізде осы бет толық ашылады. Ашылған кезде қайтадан өтінім беру, яғни подать заявку кнопкасын басасыз. Басқан кезде сіздің данныйларыңыз шығады, және осы бұрыштан редактировать заявку, яғни өтінімді өзгерту деген жасыл кнопка тұрады. Мына сіз жеке кабинетіңізге кіргеннен кейін өтінім беру кнопкасын басқан кезде сізде редактировать заявку немесе өтінімді өзгерту деп қазақша шығады. Сіз осы кнопканы басу арқылы өзіңіз өзгерткіңіз келген жердің барлығын өзгертіп шыға аласыз. Немесе сіз қолмен толтырған данныйлар, еңбек өтіліңіз, немесе қызмет салаңыз, организацияның аты, семейный положениеңіз, балаңыздың саны туралы ақпаратыңыз дұрыс толтырылмаған болса, оны да өзгертіп қайтадан өтінім бере аласыз.